республикалық бір ел бір кітап акциясы аясында Төлен Әбдікұлы және қазақ әдебиеті тақырыбындағы дөңгелек столға қош келіпсіздер. Қазақ прозасында өзінің ерекше қолтаңбасы бар. Қаламынан таным тамшылары мөлдіреген қабырғалы жазушы Төлен Әбдікұлы 1942 жылы 4 қыркүйекте Қостанай облысының Жангелдин ауылындағы еңбек ауылында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін бітірген. Қазақстан пионері, қазіргі Ұлан газетінде әдеби қызметкер бөлім меңгерушісі, бас редакторының орынбасары, Қазақфильм киностудиясында бас редактор, Қазақстан журналистер одағының екінші хатшысы болып жұмыс істейді. 1993 жылы Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігіне жауапты қызметке орналасады. Шығармалар 1964 жылдан жариялана бастады. Көкжиек, Күзгі жапырақ, Ақиқат, Айтылмаған ақиқат, әңгіме повестер жинақтары, Өл ара, Ақшоқыда қыс қатты, Парасат майданы романдары жарияланды. Әңгіме повестер орыс тілінде Истина деген атпен шықты. Грек аңыздары Эллада ерлерін қазақ тіліне аударған. Халықаралық Кафка және Қазақстандағы Пен клуб сыйлықтарының лауреаты, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Қайырлы күн, құрметті ауылдастар, әріптестер. Төлен Әбдік өз шығармаларында өмірдің қайшылықтарын, адами қатынастарын күрделігімен жеткізуге тырысады. Оның шығармалары оқырмандардың назарын оқиғалардың шынайылығымен ғана емес, сонымен бірге баяндаудың эмоционалды құрамдас бөлігімен де тартады. Құрметті оқырмандар, жазушының шығармаларын